Үлкен рахмет айтамын. Жалпы қазіргі заман мұғалімі бұл рухани даму. Өтініш аудиоларыңызды өшіріп қойыңыздаршы, звуктарыңызды. Жалпы қазіргі заман мұғалімі бұл рухани дамыған, әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, яғни өзін өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға екенін бүгінгі семинарда тағы да дәлелдей түстіңіздер. Осымен инновациялық авторлық бағдарламаларды білім беру жүйесіне енгізу, тәжірибе, нәтижелер, болашақ атты ғылыми тәжірибелік семинарымыз өз мәресіне жетті. Аяқталмас бұрын осы аталған аудандардан әріптестерімізден кері байланыс сұрап кетсек, әріптестер, өздеріңізге сөз кезегі. Алатау, Жетісу аудандарынан, Наурызбай аудандарынан қатысып отырған әріптестер, облыста сөйлейміз десеңіздер, өз пікірлеріңізді бүгінгі семинарға айтып өтсеңіздер. Қайырлы күн, құрметті Жетісу ауданы әріптестерім. Бүгінгі сіздердің мені бастан аяқ осы бөліскен семинарларыңызға қатыстық, бағдарламаларыңызбен таныстық. Әріптестер өте керемет қорғады. Болашақта енді осы іс тәжірибені ары қарай біздің өзіміздің де мектебімізде бөлісуге қаншама мұғалімдеріміз қатысты, ой бөлісіп жатыр қасымызда отырып. Сіздерге сәттілік, өте керемет өтті. Бағдарлама, семинарларыңыз жоғары деңгейде өткеніне ризамын. Рахмет, Ғалия Ұзаққызы. Тағы да әріптестер іштеріңізден бар ма? Жұбаныш ағай, записті аяқтасаңыз болады, иә? Жақсы, рахмет. Бүгінгі семинарға қатысушы. Падлетті қосайын ба? Падлетті қосайын ба? Рахмет сіздерге, әріптестер. Әріптестер, Жетісу ауданы 143 мектеп. Мына семинарларымызға мен арасында ұжым бойынша бізден қатысып жатыр. Және сонымен қатар өзім таныстыра кетейін. Алатау ауданы 41 мектептің оқушы жөніндегі орынбасары Ишанбай Жанесеркеповна боламын. Бүгінгі тәжірибе алмасу, мына авторлық бағдарламамен жасап жатқан семинарларыңыз өте керемет. Кері байланыстарымызды да беріп жатырмыз. Соның ішінде бастамасы ретінде басшыларыңыз Айтуғанұлы Өміржан Өмірбек Айтуғанұлы. Сол кісінің несіне жобасына қатысып тыңдадым. Өте керемет. Ол жерде жобаның жаңағы шетел нелермен бара отырып, солармен салыстыра отырып, біздің өзіміздің Қазақстанға ала отырып, жобаны кірістіріп, бұл жерде оқушылармен жасалған жұмысқа қызығушылығын артыру, және сонымен қатар ата-ананың мектепке тарту, үш тілдік немен шодақты біріктірген бойынша болыпты. Бұл жерде және сонымен қатар жаңағы мұғалімдердің де тәжірибе алмасы өте керемет болды. Сіздердің мына жасап жатқан авторлық бағдарлама семинарларыңызға алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Осы жобаның бәрі алдағы уақытта іске ассын деп тілеймін. Және сонымен қатар сіздердегі Жолдыбаева Дариға апайдың сабағына қатыстым, химиядан өте керемет. Биологиядан қатыстық, Әсем Жүнісованың сабағына. Одан кейінгі информатикадан Жұбаныштың несіне сабағына қатыстық. Сабақтары өте керемет. Мынау қазіргі авторлық бағдарламаның өзекті мәселелері айтылып жатыр. Қазіргі уақытта мынау биылғы аттестация бойынша беріліп отқан тақырып болып тұр ғой, негізгі өзекті болып. Қазіргі уақытта авторлық бағдарламаларды тәжірибе алмасу ретінде. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мынау семинарларымыз осындай көбейе берсін алдағы уақытта да. Мынау аттестациядан өтулеріңізге де сәттілік тілеймін. 143 мектептің, Сүйінбай атындағы мектептің, лицейдің ұжымына алдағы уақытта бағдарламаларыңыздың бәрі осындай биіктен көрініп, республикалық және халықаралық деңгейде де өте берсін деп тілек білдіргім келеді. Өте керемет өтті. Рахмет сіздерге. Рахмет, Айжан апай. Медеу ауданынан сөйлейтін әріптестеріңіз бар ма екен?
Жақсы, рахмет. Ол кісілерде жиналыс болып жатқан сияқты, тоже педагогикалық кеңес дегенмен де біздің жаңағы Zoom семинарымызға қатысып берген әріптестердің барлықтарына рахмет айтам. Бағдарламаларыңыз өз деңгейінде, яғни білім беру саласында өз нәтижесіне жетіп, барлығы қолданысқа өз деңгейінде таратылады деген үміттемін. Рахмет бүгінгі семинарға қатысқан. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет баршаңызға. Жанат ағай видео записьті. Record.